Саламатсыздар ма? Несие алмас бұрын тексеретін 7 маңызды ереже бар. Сіз несие алуды ойланып жүрсіз бе? Мысалы, жаңа телефон, жаңа үй сатып алу, қиын жағдайдан шығу үшін несие алғыңыз келіп жүр ме? Бірақ бір маңызды сұрақ бар. Сіз несие алуға дәл қазіргі кезде дайынсыз ба? Көп адамдар қателеседі, дайынмын деп ойлайды. Ойланбай несиені ала салады, шартты толық оқымайды. Мысалы, банкпен осы сіздің араңызда болатын жасалынатын келісім шартты толық оқымастан, толық түсінбей жатып несие алуға асығады. Соңында қарызға батып кетеді. Ал бүгін сіз қарызға батпай, ақшаңызды дұрыс басқарып, саналы түрде несие алуды үйренетін боласыз. Оның 7 ережесін айтып кетемін. Ал енді бірінші ережесі, несие сізге шын мәнінде қажет пе? Ең бірінші сіздің өзіңізге қоятын сұрақ осы болады. Бұл несие қажеттілік пе, әлде қалау ма деген сұрақты қоясыз өзіңізге. Қажеттілік болса, алуға болады. Оған жан-жақты жағдайыңызды қарайсыз. Мысалы, үй алу мәселесі болатын болса, ол қажеттілік. Білім алу, ол инвестиция болып есептеледі. Мысалы, жаңа телефон алу, өткен сабақтарда біз айтқан болатынбыз, ескісі бар болса, ол қалау болып есептеледі депті. Телефон алу ол маңызды емес деп. Енді осыдан келіп бізде бірінші ережеміз қалыптасады. Егер зат сізге табыс әкелмесе, немесе өмір сапасын қатты жақсартпаса, онда ойлану керек деген ереже. Мысалы, айлық 300 мың теңге. Соның ішіне, мысалы, қауіпсіз төлемдеп біз 85 мың немесе 100 мыңға дейінгі аралықта аламыз. Егер одан көп болатын болса, қаржылық қысым пайда болады сізде. Қарызға бату қаупі артады. Мысалы, табысыңыз 300 мың немесе айлығыңыз 300 мың болатын болса, кірісіңіз. Соның 85-100 мыңы несиеге төленіп отырса, ол қалыпты жағдай деген сөз. Одан көп болатын болса, сізде қаржылық қысым пайда болады. Енді үшінші ереже, барлық шығынды есептеңіз. Көп адамдар тек пайызды ғана көреді. Бірақ мыналарды да тексеру керек. Комиссиясы болады ол несиенің, сақтандыру ол жерде, айыппұлдар болады, қосымша төлемдер болады. Мысалы, есіңізде болсын, арзан несие кейде ең қымбат болып кетуі мүмкін. Егер сіз мерзімінен сәл кешіктіріп төлейтін болсаңыз, ол несиенің күніне айыппұл үстіне қосылып отырады. Сондықтан ол сіз ойлағандай қайтарым болмайды, одан да көбейіп кетуі мүмкін. Төртінші ереже, төтенше жағдай қорыңыз бар ма? Несие алар алдында кемінде 3 немесе 6 ай арасындағы қаржылық қор болу керек. Неге? Жұмыс жоғалса, мысалы, ауырып қалған жағдайда, табыс азайған жағдайда, бұл қор сізді қарыздан құтқарады, стресстен сақтайды. Енді келесі 5-ші ережеміз, несие тарихыңызды тексеріңіз. Егер несие тарихы сіздің кешіктірілген болсаңыз, бұрын несиені қарыздар жабылмаған болса, онда банк сізге ең жоғары пайызбен несие береді. Несие тарихы сіздің қаржылық беделіңіз болып есептеледі. Немесе мүлде бас тартады несие беруден. Енді бұл жерде сіздерге берілетін бір кеңес, алдымен ескі қарыздарды жауып алыңыз. Одан кейін барып несие алуға болады. Онда да қажет болған жағдайда, қажеттілік болған жағдайда ғана несие алуға болады. 6-шы ереже, пайыздық мөлшерлемені толық түсініңіз. Жай пайызға емес, жылдық тиімді мөлшерлемеге. Мысалы, ЖТМ деген болады банкте, сол ЖТМді қараңыз. Неге ол маңызды? Ол несиенің нақты құнын көрсетеді. Мысалы, 20% деп көрінеді, бірақ нақтысында ол 35-40%-ға дейін жоғары болуы мүмкін. Сондықтан әрқашан толық құнын сұрайтын болыңыз. Ал 7-ші ереже, несие төлеудің жоспары бар ма сізде? Мысалы, несиені алғаннан кейін сіз оны қалай төлейсіз, қандай табыспен төлейсіз?
немесе алдын ала ертерек көбіректен төлеп құтыласыз ба? Несие алу өте оңай, бірақ оны қайтару стратегия, жоспарды талап етеді. Өзіңізге сұрақ қойыңыз, мысалы, табысым тұрақты ма, қосымша табыс көзім бар ма, ерте ол қарызды жаба алам ба деген сұрақтарды қойсаңыз болады. Енді қосымша көп адамдар жіберетін қателіктер бар. Бірнеше несие алу, кредит картаны дұрыс пайдаланбау, эмоциямен шешім қабылдау, барлығы алып жатыр ғой, мен де алайын деген ойлар болуы мүмкін. Осындай мәселенің барлығын ой елегінен өткізіп, өте маңызды осы ережелерді есіңізде сақтап, несиені одан кейін барып алуға болады. Несие жаман нәрсе емес, бірақ ол дұрыс қолданылмаса қауіпті құрал. Есіңізде сақтаңыз. Несие ол деген сөз, ол құрал, ол табыс емес. Оны сіз төлейсіз. Негізгі осы 7 ережені қысқаша қайталап кетейін қазір. Қажеттілік пе, немесе қалау ма? Біріншісі. Екіншісі, төлем табыстың 30-40%-нан аспасын. Мысалы, жаңа айтып кеттім ғой, мен 300 мың болатын болса, соның 85-100 мың теңге болу керек, кредитіңіз одан аспау керек. Барлық шығынды есептеңіз, қаржылық қор болсын, несие тарихын тексеріңіз, ЖТМ деген не екенін түсініңіз, төлеу жоспары болсын. Несие алу үшін міне осы сұрақтарды, осы ережелерді қарастыратын болыңыз. Егер осы видео сізге пайдалы болса, лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз, сақтап қойыңыз. Келесі видео лекциямда менің қалай тез қарыздан шығуға болады тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз.